Өгей шешенің қатыгездігі. Авторы Алима Есенқұлова. Бірінші бөлім. Димаштың Құдай қосқан қосағы 7 жыл бұрын қатерлі ісік ауруынан қайтыс болды. Артында қалған 2 қыз бір ұлына Димаш бас көз болып барынша бағып қағуға тырысты. Ұлының балалармен жүдеп кеткенін көрген анасы біржолата немерелерінің қасына көшіп келді. Нағашы әжелері келгелі, қыздардың да реңі кіріп жағдайлары жақсарып қалды. Сандуғаш әжелері үстерін мұнтаздай етіп, шаштарын да көркемдеп өріп беруді әдетке айналдырған. Келіні Бота өте мейірімді, үлкеннің алдын кесіп өтпеген ізетті жан еді. Бойына жабысқан ауыр дерт ақыры келінін алып тынды. Жылай-жылай Димаш әйелінің енді бұл өмірде жоқтығына сене алмаса да көнді. Ол кезде тұңғыштары Айлин 8 жаста, ортаншы қызы Медина 3 жаста, кенжелері Ұлан бірден асқан кішкентай бесіктегі бөбек еді. Апалары барынша қамқор болуға тырысып, балаларды жәутеңдетпеуге тырысатын. Мектепте жиналыс болған сайын Айлин қатты қапаланатын. Өзі сынды қыздардың анасын көргенде бала көңілі анасын іздеп құтты бір жерден шыға келетіндей көрінетін. Айлиннің жабырқау жүзін көргенде апасының жүрегі қарс айырылардай баладан бетер қамығатын. Уақыт зымырап, Ботаның да жылдық асы берілді. Ағайын туыс төркіндері жиналып, Құран бағыштады. Тірі адам тіршілігімен деп, Димаш көктем басталысымен тракторын айдап егіс алаңына жұмысқа шығып кетті. Ұлы жұмысқа шыққан соң Сандуғаш апай үйге қарап, немерелерінің сабақ үлгерімін де қадағалады. Айлин де үй шаруасына жарап, әжесіне қолғанат. Інісі Ұланды бақшаға, сіңілісі Мединаны мектепке апарып келеді. Өзінің сабақ үлгерімі де өте жақсы, озат оқушылардың қатарында. Әжесі Айлинді көрген сайын келіні Ботаны көргендей болады. Бұл немересі тура анасына ұқсаған көркем мінезді қыз. Әр жұмысын ұқыптылықпен мұнтаздай етіп жасайды. Бауырларына да қамқор әпке. Ұлан әпкесіне әбден бауыр басып алған. Анасы дүниеден өткен соң Айлин кішкентай інісін бауырына басып, қолынан түсірмеді. Тілі былдырлап шыққан Ұлан әпе, әпе деп үй ішін қызыққа бөлейді. Айлинді көрмей қалса, қыңқылдап көре қалса қолын шапалақтай шаттанып кетеді. Балабақшаға баруы да оңай болмады. 3 күн жылап, тәрбиеші апайларына зорға үйренген. Жұмыстан шаршап келген әкесі, ұлының тәтті қылығына тоймай, шаршауын ұмытып, балалармен бала болып кетеді. Көңілі бір сәт болса да ауыр ойлардан сейіледі. Анасыз өсіп келе жатқан балапандарын аяп, оларға ешқашан аналық махаббат бере алмасын да біледі. Расымен де, өмірде ананың орны тым бөлек. Өзі соқталда ер азамат болса да, анасына әлі күнге дейін сәбидей. Әйелі тірі кезінде екеуінің болашаққа деген армандары өте көп еді. Соның бірі ата-аналарын үлкен қажылыққа жіберу еді. Ботаның әкесі намаз оқитын салиқалы кісі. Анасы да қарапайым, адамгершілігі мол, парасатты жан. Димаш әйелі қайтыс болмай тұрып, достарының арасында тілге шешен, әзілге жақын, асабадан еш кем емес жігіттің бірі еді. Әйелі де қасында үлбіреп ән салғанда бұларға сүйсінбейтін жан болмайтын. Соңғы кезде Димаштың жүдеп кеткенін көрген достары оған жақсы жар болатындай адам іздеуді жөн көрді. Жан-жақтан сұрастырып, әйелдерімен ақылдасып, ақыры қаладан
бұрын-соңды күйеуге тимеген Салтанат деген қызбен таныстырып көруді жөн көрген. Димаш алғашқыда қарсы болып, артынан ұзақ ойланып, Салтанатпен танысып көруді жөн санады. Үйіндегі тәуір киімдерін киіп, қалтасына керек ақшасын салып, Димаш қалаға шықты. Мейрамханаға өзінен бұрын келген Салтанатты Димаш бірден таныды. Қалаға келерінің алдында видеоқоңыраумен сөйлесіп, бет-әлпетін көрген. Қызбен танысып, ары қарай не айтарын білмей отырған Димаш ыңғайсызданып үнсіз отырды. Бұл үнсіздікті Салтанаттың өзі бұзып, Димашты әңгімеге тарта бастады. Қысылмай отыра беріңіз. Асылбек пен Айман сіз жайында бәрін айтып берген. Алланың жазғанына қарсы тұра алмаймыз, деп сөзін майталап, жігіт жүрегіне жеткізе білді. Өзі де ата-анасының жалғыз қызы екен. Анасы төсек тартып жатқан соң, ұзақ жылдар соның қасында болып тұрмыс құра алмапты. Ас үстінде әңгіме жақсы басталып, екеуінің сөздері жарасқандай болды. Димаш қызды үйіне жеткізіп, өзі ауылға жол тартты. Күндегіден көңілді, жол бойы жанға жайлы музыка тыңдап, өзін өте жеңіл сезінді. Достары жиі хабарласып, қызбен кездесуі сәтті болған Димаш үшін қуанды. Ботаның өмірден өткеніне де 7 жылдың жүзі болыпты. Айлин деп бой жетіп, 9 сыныпқа аяқ басты. Ұлы анасымен ақылдасып, 2 мәрте үйленуді жөн көрді. Қалаға Салтанаттың ата-анасының алдынан өтіп, баталарын алды. Айлин бұл жаңалыққа аса қуана қоймады. Шешесінің орнына бөтен әйел шеше бола алмасын жүрегімен сезіп, бір жағынан әкесінің де бақытты болуын қалады. Димаш Салтанатты өз рұқсатымен ауылға алып келді. Ауылдағы мешітке барып, молдаға некелерін қиғызды. Енесі келініне ақ орамал жауып, маңдайынан сүйіп, ұлы екеуіне бақыт тіледі. Салтанат ауыл тірлігін жатсынбай бірден алып кетті. Димаштың да жағдайы жақсарып қалған сынды. Дүркіреп тойлары болмаса да, үлкен құдалық жасалып, Салтанаттың артынан көрпе төсек, ыдыс аяғы келді. Жағдайлары келгенше анасы қызының міндетінен құтылды. Құдағиы көп жыл төсек тартып, 1 жыл бұрын орнынан тұрған екен. Сырқатынан толық айықпаса да, беті бері қарапты. Медина мен Ұлан да Салтанатпен тез тіл табысып кетті. Тек Айлин ғана өгей шешесіне барынша ашыла алмады. Енесі келініне Айлин анасы сынды мінезі тұйық қыз, уақыт өте тез тіл табысып кетесіңдер деп өз пікірін барынша айтып жеткізді. Димаш шаңырақ көтерген соң, анасы кенже ұлының қолына кетуді жөн көрді. Бірнеше жыл балаларға қарасып, ұлының жағдайын жасап келді. Енді жастар өз бетінше өмір сүрсін, бөгет болмайын деп өз үйіне жинала бастады. Балалар қанша қимағанымен әжелері жиі келіп тұратынын айтып, немерелерін көндірді. 1 жылда ене қолында тұрған Салтанат, енесі кете салысымен қолына бостандық тигендей емін-еркін күйге түсті. Димаш кешке дейін жұмыста. Күйеуі келерде ғана немқұрайлы орнынан тұратын әйелі бұл әдетке де дағдыланып барады. Сабақтан келе үй шаруасына кірісетін Айлин Салтанаттан пысық. Өгей шешенің шала-шарпы істеген жұмыстарын жақтырмаған қыз бәрін өзі жасаудан ерінбейді. Күн өте Айлин өгей шешенің екіжүзділігін байқай бастайды. Кешқұрым әкесі жұмыстан келген уақытында Салтанат мүлде басқа образға еніп, қамқор адамның рөлін сомдайды. Бұл жасандылығына Айлин зорға төзіп жүрді.
Сырт көзге жақсы көрінген әйелін Димаш сыйлап қолына жалақысын да беріп отырды. Тегін ақша қолына тиген Салтанат азық-түліктің ең арзан түрін алып, қалған ақшаны әр нәрсеге сылтау етіп өзіне қалдырып қоюды ұнататын. Салтанаттың көңілі тыныштық пен жалғыздықты қалайтын. Сабақтан, бақшадан келген балалардың у-шуына шыдай алмай зығырданы қайнайтын. Айлин жоқта Медина мен ұланның да жанын шығарып алатын. Зіркілдеп, айқайлап ұрысқан өгей шешенің қабағынан екеуі қатты қамығатын. Немерелердің көптен күткен әжесі келіп, үй іші мәре-сәре. Әсіресе Айлин әжесін қатты сағынып, көздері күлімдей, жаны жадырап сала берді. Енесінің келгеніне Салтанат кірпідей жиырылып, тірлігін әрзер жасап жүрді. Қайтадан өзін торға қамалғандай сезініп, ас үй мен қонақ үйдің арасында табанын тоздырды. Димаш соғым сойып, ағайын жекжаттың басын құрап, соғым басын да беріп үлгерді. Бір айдан аса уақыт немерелерінің жанында болған әжелері қайтуға жиналды. Келіні баспалап, енесінің әр қадамын аңдып, мынаның кететіні рас па, өтірік пе, деп ішінен мысқылдап, сыртынан құрақ ұшып, ене алдында жаны қалмады. Енесі де Салтанаттың жақсы келін екеніне кәміл сенді. Димаштың қара күзден кейін жұмысы тоқтап жұмыссыз қалды. Үйде отыра алмайтын Димаш отбасын асырау үшін қалаға жалданбалы жұмысқа баруды ойлап, досы Асылбекпен сөйлесті. Өзінің інісі істейтін жерде бір орын бос екенін айтып, Димашқа ертерек баруын ескертті. Күйеуінің киім-кешегін дайындап, Салтанат Димашты қалаға шығарып салды. Күйеуі кете сала тамаққа тойып алған Салтанат жылы төсекке қайта кіріп, қолына телефонын алып фильм қарай бастады. Сабақтан оралған Айлин үйдің жиналмай астаң-кестеңі шығып жатқанына шыдай алмай өгей шешеге зілдене сөйлеп: «Әкем кетті болды ма? Неге ылғи сөйтесіз? 200-ді адамсыз, менің адамның орнын ешқашан баса алмайсыз», деп есікті тарс жаба бөлмесіне кіріп кетті. Салтанат Айлиннің соңынан ере кіріп: «Қалай сөйлейсің сен, боқмұрын? Ақыл үйрететін сен емес маған, тіліңді суырып аламын, енді сөз қайтарсаң, бұл саған соңғы ескерту», деп өгей шешенің қаны басына шауып сыртқа шықты. Айлин көз жасын бір сығып алып, бауырларына тамақ жасай бастады. Осындай қатыгез әйелдің арбауына түсіп, 200-лігін көрмей жүрген әкесіне Айлиннің қатты жаны ашыды. Анасының суретіне қарап, бұрынғы бақытты балалық шағын сағынды. Оның мейірімділігі мен махаббатын ешқашан ешкім дәл өзіндей бере алмасын түсініп, кішкентай жүрегі күрсіне дүрсілдеп қоя берді. Жұмысын аяқтап келген Димаш балаларын базарлыққа қарық қылды. Кішкентайы түрлі түсті машиналарды көріп, қайсысын таңдарын білмей әлек. Димаш бұл жолы әйеліне ақшаны азық-түлікке үнемдеп қана берді. Қалған ақшаны тракторын жасатып, біраз заттарын жаңалайтынын айтты. Үйіндегі бордақыларының қыс бітпей жем-шөбі де таусылуда. Соларға да жем-шөбін алуға қаражаттың бір бөлігін алып қойды. Айлин де мектеп бітіруге таяу. Өз таңдауы о бастан дәрігер болу. Анасы қайтыс болған соң дәрігер болу ойы оны биіктерге жетеледі. Ауырып жатқан науқастарға көмектескісі келді. Күйеуінің берген ақшасына мұрнын шиырып, Салтанат жақтырмаған күй танытты. «Қазір азық-түліктің бәрі қымбаттап кетті. Сен берген ақша жетер ме екен?» деп әйелі уайымға салынғандай
кейіп танытты. Димаш тағы да қолына 10 мың ұстата. Жеткенінше ал. Жұмысқа шығып айлыққа іліксем тағы аламыз. Көктемде болып қалды. Тракторды бір жақты етуім керек, деп әңгімесін аяқтады. Әдеттегідей азық-түлікті үнемдеп алған әйел бұл жолы да өзіне пайда көріп, артылған ақшасын жасырып, бір күні бұл да бір әжетіме жарар деп, құпия қобдишасын кілттеп, кілтті ешкім таба алмас жерге жасырды. Балалардың үйіліп қалған кір киімдерін салтанат бұрқылдап жүріп кір машинасына салды. Іштей, осы бәлелерде басыма азап болды. Тамақтары мен кірлері өмірі таусылмас деп әр істеген ісін міндетсіне қабағы шытылып жүрді.